Саламатсыздар балалар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз омурткасыз жана омурткалуу жаныбарлардын бөлүп чыгаруу жүйөсү. Биз өткөн сабакта жалпы бөлүп чыгаруу жүйөсүнүн мүчөлөрү тууралуу акпарат алганбыз. Энди биз сонун бөлүп чыгаруу жүйөсүнө байланыштуу омурткалуу, омурткасыздардын бөлүп чыгаруу жүйөсүнө кыскача токтолобуз. Негизги угумдулар: карапайымдар, курттар, улуулар, шаянтерезлер, өрмөкчтерезлер, жантиктер, балыктар, кос мекендилер, жорголоочулар, куштар, сүткөрөклөр деген негизги угумга токтолобуз. Мына жерде сүрөттө өздөрүңүз көрүп тургандай жалпы карапайымдылар, курттар және сүткөрөктүү жаныбарлардын бөлүп чыгаруу жүйөсүнүн курулушу көрүп отурсуздар. Енді мына сүрөттө карапайымдылар және курттар буун аяктылар типинин сүрөттөрү тур. Енді балалар осы омурткасыз жантиктердин бөлүп чыгаруу жүйөсү эмне, олардын кандай ерекшеликтери бар экенин кыскача токтолойлук. Жалпы карапайымдыларда жасуша мембранасы аркылуу жыйырлагыч вакууммен бөлүп чыгарат. Шейик костулар бүкүл денеси менен эктодерма жасушалары аркылуу бөлүп чыгаруу жүйөсү өнүмдөр сыртка чыгат. Жалпак жумурт курттарда протонефритті, бултук курттарда метонефритті және буун аяктыларда классы типи 3 класска бөлүнөт, өздөрүңүз билесиздер. Өрмөкчтерезлер, шаянтерезлер және буунак денелер. Енді булардын бөлүп чыгаруу ерекшеликтери: жуп жасыл без, бул және шаянтерезлердин бас бөлүмүндө орналашат, және мальпигий түтүктөр. Улуу дейбиз, былкылдак денелер немесе моллюскалар деп атайбыз. Оларда зар чыгаруу жүйөсү бир немесе эки бүйрөктөн, несип агар түтүктөн куралган. Жалпы енді биз өткөн сабакта айтканбыз, бөлүп чыгаруу дегенибиз бул агзадагы кажеттүү заттарды сыртка чыгаруу дейбиз. Онда омурткасыздардын бөлүп чыгаруу жүйөсү осундай болсо, енді биз омурткалуу жаныбарлардын бөлүп чыгаруу жүйөсүнө токтоло кетели. Улар жаңы омурткасыз жаныбарларга, жантиктерге караганда омурткалуу жаныбарлардын бөлүп чыгаруу жүйөсү күрдөөлүүрөөк болуп келет. Мына жерде өздөрүң көрүп тургандай баканын және кустун бөлүп чыгаруу жүйөсүнүн зар чыгаруу жүйөсүнүн курулушун көрсөткөн. Енді бул жерде аталык пен аналык экөөнүн де зар чыгаруу жүйөсүндө айырмачылыктар бар экен сиздерге көрүнүптүр. Енді жалпы балык, толгалык бүйрөк, несип агар, коок зар чыгаруу жүйөсү. Кос мекендилерде толгалык бүйрөк, несип агар, колонка және коок. Жорголоочуларда бүйрөк, несип агар, колонка және коок. Куштарда бүйрөк, несип агар, колонка, буларда және коок болмайды, сондуктан булар ушул саңгырыгын тастай береді. Сүткөрөктөрдө несип агар, коок, зар чыгаруу түтүгү болот. Енді осуларга жеке токтоло кететін болсак, балалар, биз мына жүйөнү эсибизге сактоо керек. Омурткалар балыктардан баштайт деген. Балыктарды биз жогору сыныпка барганда дагы да күрдөөлүү дейбиз. Балыктардын сүйүктүү балык, шемирчектүү балык деп бөлөбүз. Олардын ерекшеликтери тууралуу жогору сыныпка барганда кең көлөмдө талдайтын болобуз. Енді балыктын бүйрөгү. Мына жерде өздөрүңүз көрүп тургандай, бүйрөгү узун таспа тәризди, дене коосунда арка жагында кабырга менен торсулдагы арасында орналашкан бүйрөк, несип агар, коок, зар чыгаруу түтүгү. Келесиги кос мекендилер. Уруктун алгачкы дамуу кезеңинде перонефрез
және ол ересек кезінде перинефростың метанефроз зәр шығару мүшелерінің қызметін атқарады. Зәр затты алдыменен калокаға, содан кейін қуыққа жиналады. Жиналған зәр заты қайтадан калокаға, содан кейін сыртқа шығарады. Адыраған заттар аздаған бөліктері тері арқылы шығады, сондықтан бақаның терісі ылғалды болып тұрады. Және жорғалаушылар, жамбас бүйректе мезонефроз, дене бойымен созылған, дененің бойымен созылған дене бүйрегінің бастамасының алдыңғы жағынан дамиды. Одан кейін классымыз құстар классы. Құстар бөліп шығару мүшесі жұп бүйрек, несіп ағар, қуық болмайды деп бағана айтып кеттік. Зәр қышқылы экскрементерменен бірге ақ ботқа түрінде калока арқылы сыртқа шығарады. Құс саңғырығы деп айтып атамыз біз оны. Келескі сүткөректілер, енді мына жерде сүткөректілердің өкілі сіздер итті көріп тұрсыздар. Және қоянның зәр шығару жүйесін көрсетіп тұр. Құрсақ қуысында омыртқа жотасының бел бөлімінде екі жағында орналасқан бұршақ пішінді жұп мүше. Бүйректе қанның фильтрациялану үдерісі жүріледі. Нәтижесінде зәр түзіледі. Содан ол несіп ағар арқылы қуыққа жиналады. Зәр несіп шығару түтігі арқылы сыртқа шығарылады. Негізгі бөліп шығару өнімі несіп нәрі. Бір сөзбен айтқанда мочевена деп атаймыз. Мынау өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл адамның зәр шығару жүйесі екі бүйрек, несіп ағар және қуықтан құралған. Жалпы бүйректің құрылысын біз болашақта жоғары сыныпта жақсы талдай жатамыз. Дегенмен балалар, біз бұның да құрылысын өзіміздің бүйрегін білу керек. Міне оң жақтағы бүйрек және бүйрек үстінде без болады. Бүйрек үсті без деп атаймыз. Бүйрек венасы, міне көміршікті газымен қаныққан. Сол жақ бүйректің бозғылт қабаты, міне бозғылт қабаты. Бүйрек артериясы, бүйрек артериясы оттегімен қаныққан. Және қолқа деп атаймыз. Төменгі қос венасы, төменгі жақтағы. Сосын несіп ағар, міне несіп ағар. Және қуық шар тәрізді бұлшық еттен тұратын біздің зәрді осында сақталады. Енді балалар, жануарлардың бөліп шығару құрылымдарымен мекен ету ортасына қарай экскрецияланатын өнімдер, енді сыртқа шығарылатын өнімдер. Олар қарапайымдылар, бағана айтып ескертіп кеттік, жасуша мембранасы арқылы бөліп шығару өнімі аммиак, бұлар суда мекендейді. Буынаяқтылар типі, бұларда мальпиге түтігі және метанефретті болады. Бөліп шығаратын өнімі зәр қышқылы, бұларда суда және құрлықта мекендейді. Құрттар және моллюски, ұлулар, немесе балқылдақ денелер. Протонефретті, метанефретті, жалпақ құрттар зәр қышқылы, буылтық құрттар, моллюскілерде зәр қышқылын бөліп шығарады. Суда және құрлықта тіршілік етеді. Балықтар класы бүйрек, бауыр, желбезек тері арқылы бөліп шығарады. Тұщы су сүйекті балықтар, аммиак, теңіз сүйекті балықтардың несіп нәр, триметилен амета оксид болады. Суда өмір сүреді. Қосмекенділер, амфибия, бүйрек, бауыр, желбезек тері арқылы бөліп шығарады. Несіп нәр, суда және құрлықта өмір сүреді. Құрлық омыртқалар, кесертке, мысалы қарлығаш, адам деген сияқты мысал келтіріп отырмыз ғой. Бүйрек, бауыр, өкпе, тері.
курулумдар, бөлүп чыгаруу курулумдары. Өнүм кустар зәр кышкылын, сүткөрөктөр несибинер зәр кышкылын бөлүп чыгарат. Булар курлукта өмүр сүрөт. Эndi балалар, биз осы өткен такырыпка байланыштуу сыныпта да ар түрдүү жумуштар жасады деп ойлоймун. Осы бейне жазманы көргөндөн кийин сиздер осы кестени эстериңизге сактап алыңыздар. Келесі сабакка дейин сау болуңуздар.